Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз восточный пирог пісіретін боламыз. Ол үшін ұн керек 200 грамм, қант 80 грамм, бір жұмыртқа, ертілген сары май және қопсытқыш керек 10 грамм және венчик осындай ыдыс керек. Алдымен ертілген сары майымызды салып, бөлме температурасында еріген сары май болу керек. Міндетті түрде сөйтіп араластырамыз. Үстіне бір жұмыртқаны салып жібереміз. Біркелкі масса болғанша араластыра береміз. Қантымызды аз-аздан саламыз. Әбден араластырып, қопсытқышты ұнымызға араластырып, сосын барып саламыз. Ұнымызды аз-аздан саламыз осылай. Қалғанын салып жібереміз осылай. Бәрін араластырып, осылай шықты. Енді осыны біз иіліп, біріктіріп, осындай қамыр шықты. Осыны мен холодильникке 30 минуттай салып қоямын. 30 минуттай тұру керек холодильникте. Рецептісін бәрін осы астына жазып кетем. Описание бөліміне кіріп қарайсыздар. Неше грамм кетті. Ал осындай тест дайын болды. Менде осындай формаға салып алдым. Бір тегіс етіп. Сосын начинкасына осында орех, мейіз. Менде өрік болған жоқ, оның орнына арахис салып жібердім. Негізі өрік салғанда да жақсы әдемі болады. Грамдарын бәрін астына жазып кетемін. Енді бетіне сгущенкасын құямыз. 3 желанияның жақсы негізі. Осылай құйып шығамыз. Бетіне бір тегістеп. Осыны құйып болғасын бір тегістеп. Жаймен қасықпен асықпай бір тегістеп жағамыз. Осылай салып шығамыз бетіне. Қасықпен осылай жайлап шет жағына тигізіп бір тегіс етіп жағуымыз керек. Осылай жағып шығамыз. Сосын пеште 180 градуста пісіріп аламыз. 25-30 минут арасында.
Осындай болып пісіп шықты. Сәл 3 минуттан артық та болып кетті менде. Болмаса дәмі жақсы, жұмсақ. Осылай пісіріп алыңыздар.